Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Ал біз сіздерге бүгінгі жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. Қазақстанның 3 өңірінде жануарлар арасында аурудың өршуіне байланысты карантин жарияланды. Шығыс Қазақстан облысының Катан-Қарағай ауданында Аққайнар, Шыңғыстай және Жаңа Үлгі ауылдарында ұсақ малдан қарасан ауруы анықталғандықтан карантин жарияланады, деп жазады Елдала Кызы. Одан бөлек, Қарағанды облысының Қарақаралы ауданындағы Бақты ауылдық округінде қарасты қыстандық ірі қара мал арасында күйдіргі ауруының пайда болуына байланысты карантин белгіленді. Сондай-ақ, Қостанай облысы Ұзынкөл ауданындағы Исатай ауылының аумағында ірі қара малдың сарыпқа бруцеллезге шалдығуына байланысты шектеу шаралары енгізіліп жатыр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.